Қайырлы күн балалар, бүгін тағы да етістік туралы білімімізді жалғастыратын боламыз. Сен бүгін мәтін түрін ажыратасың және сурет бойынша жоспар құрасың. Сен етістіктің заттың қимылын мен іс-әрекетін білдіретін сөз табы екенін білесің. Және етістіктің сұрақтары не істеді, не қылды, қайтты. 10-шы жаттығуды менімен бірге оқып көр. Аю жыртқыш аң. Әр аюдың қоректенуі әртүрлі. Ақ аю итбалық және басқа да жануарлармен қоректенеді. Кейде шөпке де жайылады. Гризли аю шөп, жидек, жаңғақ жейді. Балалар, мәтін не туралы? Және бұл қандай мәтін? Әңгімелеу мәтіні ме, әлде сипаттау мәтіні ме? Сен бұл мәтіннің қай түрі екенін және неге сол түрі деп ойлайсың? Осы сұрақтың жауабын достарыңа айтып көр. Аюлардың қай кезде ұзақ ұйықтайтынын дерек көздерден біліп ал. Сосын мәтінде не істейді, қайтеді деген сұрақтардың тиістісін қойып, етістіктер тауып көр. Жейді деген сөзге сұрақ қой. Жайылады деген сөзге сұрақ қой. Қоректенеді деген сөзге сұрақ қой. Қандай сұрақ қойдың? Оны да достарыңа айтып бер. Мінекей балалар, мынау гризли аюы. Ол шөп, жидек және жаңғақ жейді екен. Енді жаңылтпашты оқимыз жаңылмай, және оны жаттаймыз. Менімен бірге жылдам оқып көр. Шілікті шаптым, жілікті астым, шілікті жақтым, жілікті шақтым. Енді қара, шілік деген не? Шілік деген талдар тұқымдасының тал туысына жататын аласа бұта. Мінекей оның түрі. Оны шабады және отқа жағады. Ал жілік деген, мысал үшін, жілік деген ол сүйек. Мысалы, асықты жілікті алайық. Ол адамның аяғы немесе жануардың артқы аяғы сирақ аумағының негізін құрайтын ұзын қуысты сүйек болады. Оның қуысында май болады. Мінекей сүйектер. Бұны жілік дейді. Сен жаңылтпашты жаттап ал, сосын дәптеріңе жазып ал. Әрі қарай сергіту сәтін жасауды ұмытпа. Сосын мына суретке қара. Бұл қандай ертегі? Түлкі мен ешкі туралы ертегіні сен есіңе түсір. Сосын сурет бойынша жоспар құрамыз. Ең бірінші, түлкінің апанға түсіп кетуі. Ол қалай түсіп кетті, неге түсіп кетті? Сосын әрі қарай не болды? Екінші суретке қандай тақырып қойсақ болады? Үшінші суретке қандай тақырып қоясың? Осы сенің қойған тақырыптарың осы ертегінің жоспары болады. Ешкінің келуі және түлкінің қулығы. Ол қандай қулық жасады? Ертегіні еске түсіріп көр. Құраған жоспарыңды дәптеріңе жазып көр. Және жоспар бойынша ертегінің мазмұнын айтып бересің. Енді жұмбақ тауып көрейік. Қыс бойына жатады, тәтті ұйқыға батады. Ол қыс бойы ұйықтайтын, әрине аю. Сосын балалар, мына қатарларда артық сөз бар. Әр қатардағы сөздерді оқиық. Оқыды, ұшты, ала, сөйледі. Қай сөз артық? Әрине, ала деген сөз артық. Өйткені ала деген сөзден басқа сөздің барлығы етістік. Енді екінші қатарды оқиық. Кітап, аулайды, мөңірейді, гүлдейді. Барлығы не істейді деген сұраққа жауап беріп келді де, кітап деген сөз не деген сұраққа жауап беріп тұр. Ендеше ол артық сөз. Үшінші қатардағы сөзді оқиық. Сұрады, бес, шақырды, жүгірді. Қай сөз артық? Неге артық? Жауап беріп көр. Ала деген сөз, ол сын есім, етістіктердің арасында тұр. Кітап, зат есім, ол да етістіктердің басында тұр. Сосын бес, ол сан есім, етістіктердің арасында тұр. Артық сөзді таптың, неге артық екенін білдің. Сен бүгін етістік туралы білетініңді еске түсірдің. Мәтіннен етістіктерді таптың, жоспар құрдың. Саған сабақ берген Гүлзина Жақсылық.